ертең, яғни 18 мамыр 2025 жылы жексенбі күні Батыс Қазақстан облысының 4 ауданында 11 ауылдық округ әкімін сайлау өтеді. Атап айтқанда Жәнібек ауданында Күйгенкөл және Қамысты, Бөрлі ауданында Пугачев, Сырым ауданында Сарой, Жосалы, Бұлан, Теректі ауданында Покатиловка, Долин, Аңқаты, Приречное, Ақжайық ауылдық округтерінде ауыл әкімі сайлаулары өтеді. Енді кандидаттарға келетін болсақ, Күйгенкөл ауылдық округіне 3 кандидат тіркелген. Бірінші Базарғалиева Әдемі Салауатқызы, 1992 жылы туған, Жәнібек ауданы әкімі аппаратының бас маманы. Жәнібек ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Екінші Ғазезов Ұшқын Қайратұлы, 1995 жылы туған, Жәнібек ауданы әкімі аппаратының бас инспекторы, заңгері. Жәнібек ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Үшінші Кушанов Сержан Серикович, 1989 жылы туған, Алма Оразбаев атындағы негізгі орта мектебінің директоры. Жәнібек ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Жария қоғамдық қозғалысының талдау және зерттеу бөлімі бұл ауыл әкім сайлауында Кушанов Сержан Серикович жеңіске жетеді деп болжайды. Күйгенкөл ауыл халқы, сіздер кімге дауыс берер едіңіздер? Пікір қалдырыңыздар, дауыс беріңіздер. 18 мамыр Жәнібек ауданының 2 ауылында сайлау өтеді. Бұл Қамысты ауылдық округі. Бұл ауылдың округке сайлауға үміткерлер: бірінші Испенбетова Айымгүл Балтабекқызы, 1991 жылы туған, Ақоба ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы, Жәнібек ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Екінші Кенханов Оралбек Асылбекович, 1994 жылы туған, Жәнібек аудандық жер қатынастар бөлімінің басшысы, Қамысты ауылында тұрады, Аманат партиясы қоғамдық бірлестігінің Батыс Қазақстан облысы Жәнібек аудандық филиалы ұсынды. Үшінші Нарынова Фархинура Хайсаевна, 1985 жылы туған, Күйгенкөл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы, Жәнібек ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Енді бұл жерде әкім кім болып сайланатыны айдан анық. Ол Кенханов Оралбек Асылбекович. Бұл азаматты Аманат партиясы ұсынып отыр. Енді мына екі азаматша әкім болып сайлана қоймас. Жария қоғамдық қозғалысының зерттеу және талдау бөлімі Кенханов Оралбек Асылбекович әкім болып сайланады деп болжайды. Келесі аудан Бөрлі ауданы. Бөрлі ауданда Пугачев ауылдық округі әкіміне 3 кандидат тіркелген. Бірінші Капанова Камила Қуатовна, 1983 жылы туған, Бөрлі ауданы Бөрлі ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы, Бөрлі ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Екінші Қабдолла Сағадат Абдрахманұлы, 1994 жылы туған, Бөрлі ауданы Ақсай қаласы әкімі аппаратының абаттандыру бөлімшесінің бас маманы, Бөрлі ауданы Ақсай қаласында тұрады, өзін өзі ұсынды. Үшінші Истелеуов Мереке Нұрланович, 1971 жылы туған, Бөрлі ауданы Пугачев ауылдық округінің әкімі, Бөрлі ауданы Пугачев ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Енді бұл ауылда да кім әкім болып сайланатыны айдан анық. Ол Истелеуов Мереке Нұрланович, қазіргі әкім, қайттан сайланады деп ойлаймыз. Келесі аудан Сырым ауданының Сарой ауылдық округіне 3 кандидат тіркелген. Бірінші Брекеев Жаннат Гизатович, 1967 жылы туған, Жамбыл негізгі орта мектебінің директоры, Сырым ауданы Жамбыл ауылының тұрғыны, өзін өзі ұсынды. Екінші Мырзағалиев Нұрбек Жолдыбаевич, 1989 жылы туған, Сырым аудандық ветеринария станциясының Сарой ветпункт меңгерушісі, Сырым ауданы Шағорлай ауылының тұрғыны, Аманат партиясы ұсынды. Үшінші Шукатова Әсем Магалимовна, 1995 жылы туған, Қайсар спорт клубының статисті, Сырым ауданы Жымпит ауылының тұрғыны, өзін өзі ұсынды. Бұл жерде әкім кім болып сайланатыны алдын ала белгілі. Бұл Мырзағалиев Нұрбек Жолдыбаевич. Бұл азаматты Аманат партиясы ұсынып отыр. Аманат партиясы әкім кім болатынын бұлар алдын ала біледі, сезеді, болжайды деген сияқты. Яғни бұл азаматта әкім болады деп біз де болжаймыз. Сырым ауданының 2 ауылы Жосалы ауылдық округіне де 3 кандидат тіркелген. Бірінші Ихсанова Динара Егінбаевна, 1986 жылы туған, демалыс орталығы директорының орынбасары, Сырым ауданы Жымпит ауылының тұрғыны, өзін өзі ұсынды. Екінші Муса Сәкен Нұркенұлы, 1994 жылы туған, Сырым ауданы әкім аппаратының бас инспекторы, Сырым ауданы Жымпит ауылының тұрғыны, өзін өзі ұсынды. Үшінші Мутиев Рауан Талғатович, 1984 жылы туған, Сырым колледж директоры, Сырым ауданы Жымпит ауылының тұрғыны, өзін өзі ұсынды. Жария қоғамдық қозғалысының талдау және зерттеу бөлімі Муса Сәкен Нұркенұлы Жосалы ауылдық округі әкімі болып сайланады деп болжайды. Сырым ауданының 3 ауылы Бұлан ауылдық округіне де 3 кандидат тіркелген. Бірінші Камал
Турар Есентаевич 1986 жылы туған, Сырым аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманы, Сырым ауданы Жымпит ауылының тұрғыны, өзін өзі ұсынды. Екінші Кулбаев Айдарбек Фархатович 1989 жылы туған, Бұлан ауылдық мәдениет үйінің директоры, Сырым ауданы Бұлан ауылының тұрғыны, өзін өзі ұсынды. Үшінші Муканов Ерболат Наурызбаевич 1979 жылы туған, Қайсар спорт клубының директоры, Сырым ауданы Жымпит ауылының тұрғыны, өзін өзі ұсынды. Жария қоғамдық қозғалысын зерттеу және талдау бөлімі бұл ауылдық округте Кулбаев Айдарбек Фархатович әкім болып сайланады деп болжайды. Келесі аудан Теректі ауданы. Теректі ауданы Покатилов ауылдық округіне 3 кандидат тіркелген. Бірінші Байгасиева Рахима Аюповна 1964 жылы туған, Приречный ауылдық округы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы, Теректі ауданы Приречный ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Екінші Дусенов Адилбек Искендерович 1972 жылы туған, Покатилов ауылдық округының әкімі, Теректі ауданы Покатилов ауылында тұрады. Аманат партиясы қоғамдық бірлестігінің Теректі аудандық филиалы ұсынды. Үшінші Салимбаева Ұлболсын Олеговна 1996 жылы туған, Теректі ауылдық округ әкімінің аппаратының мемлекеттік мекемесі бас маманы, Теректі ауданы Подсөпін ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Бұл жерде де әкім кім болып сайланатыны айдан анық. Екі азаматша түскен жерден бір азамат, оны баяғы Аманат партиясы ұсынып отыр. Ол Дусенов Адилбек Искендерович, қазіргі әкім, қайттан әкім болып сайланады деп болжаймыз. Теректі ауданының екінші ауылы Далин ауылдық округіне 4 кандидат тіркелген. Бірінші Абубакиров Равиль Ранилевич 1990 жылы туған, Гидромаш Орион МЖКБ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бюджеттеу және талдау бөлімінің бастығы, Орал қаласында тұрады, өзін өзі ұсынды. Екінші Буранбаев Асылбек Бақтыбаевич 1987 жылы туған, Аңқаты ауылдық округы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы, Теректі ауданы Аңқаты ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Үшінші Манатау Талғат Бисенгалиевич 1962 жылы туған, Далин ауылдық округының әкімі, Теректі ауданы Далин ауылында тұрады. Аманат партиясы қоғамдық бірлестігінің Теректі ауданы филиалы ұсынды. Төртінші Нурушева Айнур Бақытжановна 1989 жылы туған, Теректі ауданы әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінің бас инспекторы, Теректі ауданы Подсөпін ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Бұл жерде де Аманат партиясы ұсынған қазіргі әкім Манатау Талғат Бисенгалиевич қайтадан әкім болып сайланады деп болжаймыз. Теректі ауданының келесі ауылы Аңқаты ауылдық округіне 3 кандидат тіркелген. Бірінші Мусин Сабырбек Аманбекович 1982 жылы туған, жұмыссыз, Теректі ауданы Сарыөмір ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Екінші Сүлейменова Балқаным Уразбаевна 1987 жылы туған, Покатилов ауылдық округы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы, Теректі ауданы Покатилов ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Үшінші Шарипов Фарид Радикович 1987 жылы туған, Далин ауылдық округ әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы, Теректі ауданы Далин ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Бұл жерде жария қоғамдық қозғалысын талдау және зерттеу бөлімі Мусин Сабырбек Аманбекович әкім болып сайланады деп болжаймыз. Теректі ауданының келесі ауылы Приречный ауылдық округ әкіміне 3 кандидат тіркелген. Бірінші Ғазиз Бағдат Талғатұлы 1998 жылы туған, Теректі ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік мекемесінің бас инспекторы, Теректі ауданы Теректі ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Екінші Жақсыбек Мейрамбек Жақсыбекович 1976 жылы туған, Приречный ауылдық округы әкімі, Теректі ауданы Приречный ауылында тұрады. Аманат партиясы қоғамдық бірлестігінің Теректі аудандық филиалы ұсынды. Үшінші Қадырғалиев Нұрсұлтан Жасұланұлы 1995 жылы туған, Теректі аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы, Теректі ауданы Теректі ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Бұл жерде де әкім кім болып сайланатыны айдан анық, яғни Аманат партиясы ұсынған қазіргі әкім Жақсыбек Мейрамбек Жақсыбекович Приречный ауылдық округ әкімі болып қайтадан сайланады деп болжаймыз. Теректі ауданының келесі ауылы Ақжайық ауылдық округ әкіміне лауазымына 3 кандидат тіркелген. Бірінші Қадырәлиев Болат Александрович 1975 жылы туған, Ақжайық ауылдық округінің әкімі, Теректі ауданы Ақжайық ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Екінші Карабалина Эланора Канатовна 1989 жылы туған, Ұзынкөл ауылдық округы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы, Теректі ауданы Ұзынкөл ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Үшінші Каримова Құралай Тулбаевна 1975 жылы туған, Покатилов ауылдық округы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы, Теректі ауданы Покатилов ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Төртінші Тоқмұрзин Айбек Есетович
1992 жылы туған Национальный франчайзинговый центр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, Орал қаласында тұрады, өзін өзі ұсынды. Бұл ауылда да енді мына екі азаматша әкім болып сайлана қоймас. Тартыс Қадыралиев Болат Александрович пен Тоқмұрзин Айбек Есетович арасында өтеді деп ойлаймыз. Қадыралиев Болат қазіргі әкім, Тоқмұрзин Айбек өзін өзі ұсынған азамат. Ақжайық ауылдық округі сайлаушылары, сіздер кімге дауыс береріңіздер? Пікір қалдырыңыздар, ой салыңыздар, ойларыңызды жазыңыздар. 18 мамыр Бөкейорда ауданы Саралжын ауылдық округі әкіміне лауазымына кандидаттар 3 кандидат бар. Бірінші Бижанов Аслан Жұмағалиұлы, 1992 жылы туған, Бөкей Ордасы ауданы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы, Сайқын ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Екінші Егінғалиев Айымбек Нұрлыбекұлы, 1993 жылы туған, Бөкей Ордасы ауданының сәулет қала құрылысы және құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы, Сайқын ауылында тұрады, өзін өзі ұсынды. Үшінші Кереш Нарымбек Сегізбайұлы, 1979 жылы туған, Саралжын ауылдық округі әкімінің Саралжын ауылында тұрады, Аманат партиясы ұсынды. Енді бұл жерде де Аманат партиясы ұсынған Кереш Нарымбек Сәрсенбайұлы қайтадан әкім болып сайланады деп бізде болжаймыз. Сіздер де өз болжамдарыңызды жаза отырыңыздар, пікір қалдырыңыздар.